асық бізде алтын деген асықты мына ортаға қойып тұрмыз балаға түсіндіргіш үшін. Ол ең біздің қазақ алтын асық, алтын сақа. Осымен асықпен ойындары да бар балаларымызға. Неге осыларды жабдықтасқан? Неге баланың осы ойында болмастасқан? Міне дастархан басында тамақ жегенде балаға айтсаңыз, мынау сондай мүше, сен осыны ойды тазала десеңіз, бала тазалап, бұл атауын білетін болады, иә? Біз қазір балаларымызға тазалып, мүмкін балалар білмейді, қай мүше, қай мүше. Сондықтан міне бір оқта сатып аламыз. Неге асықтан балаларға жасап тастаған? Кірген баламыз тасыған үшінді сурет салғаннан кейін тек бұлай басқылау арқылы мына жүнді мынаға кіргізесіз. Осы басқылау арқылы, е? Сонда мынау ар жағына шығады мынадай не сөзінен. Сонда бұл біздің сырмағымыздан, кигізімізден ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл тек құрғақ жүн деп аталады. Ешқандай су себілмейді. Ал енді осыған тоқталатын болсам, бізді осыны қазір анау балабақшадағы жоғарғы топтың балаларына, мектеп алды даярлық топтарына, төменгі бастауыш мектептеріне берсеңіз, әрбір өзімізге де жақсы. Осыны алып, инемен сұққылау арқылы адам бойындағы жүйкесі бір қалыпқа келеді. Тынышталдырасыз. Қазір бізде айтамыз ғой, балам немерем, балам аутизмі бар, тынышталмайды, отырмайды. Енді қарашы, еш жерде қалай осыны ешқандай неге апармай балаға беріп ойлансаңыз, бір орын